Неке бұзылғаннан кейін күйеуім мені ештеңесіз қалдырды. Маған Мәскеуден кетуге тура келді. Өзімнің туған шағын қалашығыма, ата-анама оралдым. Жергілікті емханаға жұмысқа тұрып, жаңа өмір бастадым. Бірақ бақыт ұзаққа созылмады. Бір күні кабинет есігі ашылды. Көргеніме қатып қалдым. Жалғастырмас бұрын арнаға жазылып, кез келген пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз арнаны дамытуға және одан да көп оқиғалармен бөлісуге көмектеседі. Тыңдалымыңыз жағымды болсын. Терапевт кабинетінің терезе алдынан түскен күн сәулесі жартылай қараңғы бөлмедегі шаң бөлшектерін жарықтандырып тұрды. Дәлізден соңғы жөтел естіліп басылды. Асықпаған адымдар саябырлады. Кеншілердің шағын қалашығы Төбешік құдық емханасында күн еңкейіп келе жапты. Келесі деп айғайлады медбике Бәтима әжей, қатал жүзді әйел, және кабинеттен шығып кетті. Ол бұл науқастың ерекше екенін біліп, дәрігерді келушімен оңаша қалдырды. Кабинетте бір ер адам кірді. Ол биік, иықты екен. Қара былғары күртешесі иығына немқұрайлы басталған. Ал бензин мен жол иісі шыққан позған джинсы шалбары ақ қабырғалар мен хлор иісі бар ресми тазалықпен кереғар көрінетін. «Сәлеметсіз бе?» деді ол аласа, сәл қарлығыңқы дауыспен. Және шақыруды күтпей-ақ салмағының астында сықырлаған орындыққа отырды. Дәрігер әсел парақбарды толтырудан басын көтерді. Үстел үстіндегі шамның жарығы оның нәзік әрі мазасыз қолдарына және баяғыда байқамай қалған алтын неке жүзігіне түсті. Оның көзқарасы келушінің жүзіне түсіп, жақ сүйегінде қас арасындағы терең әжімде тұрақтады да көзіне барып тірелді. Сұр болат түстес, түтіндей бұлыңғыр кварц тәрізді, жанына дейін таныс көздер. Кеудесіндегі жүрек бұқтап қалып, кейін дүрілдеп соға бастады. Әсел ақ халатының астынан алақанын кеудесіне басты. Өтіп бара жатқан мазасыздықты басқысы келгендей. «Ербол», деп сыбырлады ол. Дауысында таңғалу мен бірде көттен ұмытылған, жылы әрі жүректі ауыртатын сезім араласып. Ербол, оның сыныптасы, мектептегі алғашқы ессіз әрі таза махаббаты. 10 жылдан астам уақыт көрмеген адамы. Екеуі қол ұстасып күннің қалай бапқанын көру үшін ескі карьерге қашатын жан. Күтемін деп уәде берген, бірақ күтпеген адам. Оның алдында енді мұрт қоймаған бала емес. Жүзінде қатал, бірақ таңқаларлықтай тартымды күш бар ересек ер адам отырды. Ол бұрынғыдай әдемі еді. Әсел бір сәт қай жерде екенін ұмытып, қайтадан жай ғана Әсекеш болып қалды. «Әсекеш? Әсел ханым», деді ол түзетіп, ерінінің шеті көзге шалынбайтын жымиыспен дірілдеді. «Сәлеметсіз бе?» «Не? Сен не әкелді?» деп сұрады ол, кәсіби тонын жинап жөтеліп. «Неде шағымданасың?» Ол үстелге сүйенді. Оның тырналған әрі көгерген ірі қолдары оның нәзік саусақтарының қасына тым жақын жатты. «Шағымданамын», деді ол баяу, көз алмай қарап. «Жүрекке. Ырғағы бұзылады. Іштен тырнап жатыр. Тура осы жерден». Ол саусағымен кеудесін нұсқады. «Әсіресе сені көргенде. Дәл қазіргідей». Кабинет есігін қақпастан Бәтима әжейдің басы сұғылды. Оның өткір, бәрін көретін көзқарасы ұялған Әселден Ерболдың кейін иығына ауды. «Ой, кешіріңіздер, ыңғайсыз уақытта келдім-ау», деді ол тым асыра бейжайлықпен, бірақ дауысында қызығушылық байқалып тұрды. «Мен кете берейін, қосалқы бөлмеде шаруаларым бар еді. Бәрібір бұл соңғы науқас қой». Ол есікті ашық жарқын жауып шығып кетті. Кабинеттегі тыныштық күзгі таңдағы өзен үстіндегі тұман секілді қоюланды. «Әсел», деп бастады Ербол. Дауысы ирониядан айырылып, тұйық әрі байсалды бола түсті. «Мен жүрек үшін келмедім. Сен мені 3 айдан бері қашып жүрсің. Рейстен оралып, сені дүкен жанынан көрген күннен бері. Сен жай ғана теріс айналдым. Маған сөйлесу керек. Ертең қайтадан солтүстікке 3 апталық рейске кетемін. Маған керексің, естисің бе? Сенің не айтатыныңды білемін. Үйленгенмін, балаларым бар. Өзім де мұны 100 рет айттым ғой». Оның сөздері кабинеттің тыныштығына ауыр тастардай құлады. Әсел теріс айналып, Төбешік құдық үйлерінің төбелері қарауытқан шаңды терезеге қарады. Олардың мектебі осы жерден көрінетін.
Қызыл кірпішті ғимарат, бір қанатының терезелері сынып қалған. Тағдыр. Ақымақ, ирониялы тағдыр. Олардың махаббаты Сұрқай мектеп өмірі үшін жарық шамда еді. Әсел үздік оқушы. Үлкен қала мен ақ қала туралы арманы бар жуас қыз. Ербол алтын қолды, бірақ оқуы шамалы тентек. Барлығы олардың үйленетінін ойлады. Ләззаттан басқасы. Параллель сыныптағы Ләззат. Ләззат Әселдің толық қарама-қарсысы еді. Дауысы қатты, үркегірек. Жез түстес бұйра шашты. Ол 10-шы сыныптан бастап-ақ Ерболға көз тіккен еді. Ол оны аңдып, спортзал киіну бөлмесінің жанында күтіп, шыға берісте аяқ астынан кездесіп, оның әзілдеріне қатты күлетін. Ол жиі құрбыларына: "Ербол менен ешқайда кетпейді, бәрібір менікі болады" дейтін. Әсел кетті. Емтихандарын тапсырды. Астанадағы медициналық оқу орнына 90 мың теңге көлеміндегі қаражатпен барды. Ол сонда ұшып кетті. Ал Ербол айлақта қалып қойды. Ербол кішкентай, әрі неге екені белгісіз қол бұлғап тұрған дәрменсіз күйде қалды. Оның оқуға кетпей қалуының себебі шахтадағы кезекті апаттан кейін әкесі мүгедек болып қалып, екеуін асырауға басқа ешкім болмау еді. Жоғары оқу орны туралы армандары күл-талқан болды. Ол жүргізуші мамандығын оқып, әкесін қиындықтан алып шығу үшін үлкен ақша табуды, алыс сапарларға шығуды армандады. Әселден хат күтетін, бірақ хаттар сирей бастады, және олардан бөтен шаһардың иісі шығатын. Ал Ләззат болса өз дегені жасады. Ол шарап қоймасында жұмыс істеп, жол-жөнекей табыс тауып, жеңіл жүрісті қыз ретінде танылды. Әсел кеткеннен 1 жыл өткен соң Ерболдың досы Сәкен көлік жүргізу куәлігін алғанын тойлады. Олар бұрыш деп аталатын біршама жақсы кафеге жиналды. Ләззат топқа қосылып, Ерболдың қасына жайғасты. Ербол жігіттермен сөйлесуге шығып кеткен сәтте, Ләззат оның сырасына арзан арақ пен тағы бірдеңелерді қосып жіберді. Ащы сусынға машықтанбаған Ербол тез мас болды. "Бауырым, неге сонша сіміріп тастадың?" деп таңырқады досы Сәкен. "Қазір такси шақырайыншы де аласың ба?" деп Ләззат бірден араласты. "Маған да жолшыбай, мен такси шақырып қойдым." Оның өктем сенімді әрекеті ешқандай сұрақ қалдырмады. Сәкен күрсініп, досын таксиге дейін сүйемелдеп салды. Ләззат Ерболды үйіне емес, анасымен бірге тұратын пәтеріне алып кетті. Оның анасы ауруханада түнгі ауысымда істейтін. Сол түні не болғанын Ербол бұлдыр, қалың тұманның ішіндегідей бөтен иіс пен күлкі және мазасыз жанасулар ретінде ғана есінде сақтады. Таңертең ол басы жарылардай ауырып, гүлді өрнегі бар қызғылт көрпенің астында бөтен бөлмеде оянды. Қасынан біреудің дем алғанын сезді. Зорға басын бұрғанда Ләззаттың бет аузына жайыла жымиып жатқанын көрді. Сол сәтте есік ашылып, есік алдында мұжылған халат киген анасы Тамара Ивановна тұрды. "Ей, мынаны қара", деді ол еш эмоциясыз қабырғаға қарап. "Қонақтар келіпті ғой", деді де есікті тарс жапты. "Түнгі ауысымнан оралды", деп қылықсыды Ләззат Ерболдың мойнына орала. "Ұйықтап кетіппіз, бірақ мұндай түннен кейін кім ұйықтамас дейсің?" "Ербол, енді сен меніксің, алғашқым ғой. Анам да көрді. Адал жігітсің, тастамайсың." Ол өзін алданғандай және ерекше әлсіз сезінді. Үйлену туралы ойдың өзі оны ішімдіктен де жаман жиіркендірді. Ол әлі де Әселді сүйетін, оны күтетін, ғажайыпқа сенетін. Бірақ Ләззат ренішті пәк қыз рөлін ойнап, ал анасы бүкіл ауданға Ерболдың қандай арсыз азғырушы екенін айтып, екі жақтан қысым көрсетті. 2 айдан соң Ләззат шақырап келіп, жүкті екенін хабарлады. Ерболдың еркісінді. Ол Әселге соңғы қысқа әрі қатал хат жазды. "Бәрі өзгерді. Мен үйленіп жатырмын. Енді хат жазба." Әсел бұл хатты 3-ші курста оқу жүргенде алды. Сол кеште ол өзінің соңынан 3 жыл бойы еш қалмай жүрген курстасы Мақсатқа келісімін берді. Мақсат басқаша еді. Мақсатты, прагматик, астаналық, табысты хирургтың баласы. Мақсат оған сенімділік, баспана берді. Әсел: "Оны сүймеймін. Бірақ бәлкім солай болу керек шығар", деп ойлады. Тыныш, іші өртенбейтін өмір, бірақ неке суық әрі бос болып шықты.
Мақсат тек мансап қуған адам еді. Бала қаламады. Әлі ерте, аяққа нық тұру керек деді. Олардың шын мәнінде аяққа тұруға мұқтаждығы жоқ еді. Өйткені ақша әкесінен ағылып жатты. Мақсат ауруханада, одан кейін конференцияларды жүріп кететін. Әсел оның көзіне шөп салғанын сезсе де, тіпті жанжал шығаруға да дәрмені жетпеді. Ажырасу қарапайым әрі қатал болды. Мақсат кезекшілікте болған бір кеште есік қоңырауы соғылды. Табалдырықта 20 шамасындағы қорқақ, бірақ батыл қыз тұр еді. Оның ішінің шығып кетуі бәрін айтып тұрды. Мен Мақсатқа келдім, деді ол. Сен оның әйелісің бе? Ол уәде берген. Ол сендер ажырасасыңдар, деді. Сендерде бала жоқ қой. Әсел жыламады. Ол бойындағы бір түрлі жеңілдікті сезінді. Әтрине деп ойлады ол есікті жауып жатып. Солай болу керек еді. Келесі күні ол ажырасуға арыз беріп, төбешік құдыққа ата-анасына қайтып оралды. Әсел емханаға жұмысқа орналасып, үнсіз, қауашақ ішіндегідей тіршілік кешті. Ал Ербол сол төбешік құдықта, Ләззаттың әжесінің пәтерінде, 2 ұлымен, 7 жасар Нұртас пен 2 жасар Вовамен бірге тұрды. Өмірі ауыр, түнекте қапасқа айналды. Ләззат өз дегеніне жеткен соң мүлдем босаңсып кетті. Жұмыс істемеді. Ерболдың алыс сапарлардан жүк көлігі жүргізушісі ретінде тапқан 90 миллион теңгесін түпнұсқадағы мәнге қарағанда 6 еселенген. Ләззат желге ұшырды. Ләззат тек ішпейтін, араққа салынып кететін. Әсіресе Ербол сапарда болғанда. Балалар не әжесінде, не одан да жаманы, жалғыз қалатын. Анасы қызының іс-әрекетін жасырып, жанжалдан қорқып, Ерболға жиі телефон шағып, жылап шағынданатын. Ерболжан, ол тіпті балаларды да ұмытты. Тағы да 2 күн бойы ішкіш достармен жоғалып кетті. Вовка дымбыл шалбармен айғайлап. Мен келдім, есік кілттеулі, мен оның үстінен қорғаншылық отжандарына арыз жазамын. Ал Ләззат болса, қайтып келе жатып, өз жазасыздығына сенімдеді. Қайда барасың, Ербол? 2 бала мойныңда. Оларды жақсы көресің. Мен екіншісін сен қашып кетпесін деп арнайы тудым. Байлап тастадым, былайша айтқанда. Ол сөйлесуге, ұрсуға тырысты. Бірде дәрменсіздіктен жұдырығымен қабырғаны да ұрды. Олар 3 жыл бойы бөлек бөлмелерде ұйықтайтын. Ербол оның ішімдік иісі шыққан денесінің тигенін көтере алмайтын. Балаларға дейін сүйіспеншілік оны осы тозақта ұстап тұрған жалғыз нәрсе еді. Ал жақында ғана осында 5 минуттық жерде Әселдің тұратыны туралы ой келді. Остандыққа шығып қайтты. Енді ол оның қарсысында, мына мүшкіл кабинетте отырып, дауысы дірілдеп, сөздерін шатастырып сөйлеп жатыр. Рейстен келген соң бәрін шешемін, Әсел. Ажырасамын. Ол өмір емес, өзің де түсінесің. Мен тордағыдаймын. Балаларды әрине өзімен бірге аламын. Бірақ маған бір нәрсені білу керек. Ол жұдырығын түйіп, буындары ағарғанша үндемей қалды. Маған сенің соңыңнан Семенов, жергілікті депутат, жүргенін көріп жүрмін. Ол қара ниетті еркек, Әсел. Ол саған лайық емес, одан аулақ бол. Әсел орындықтың арқалығына сүйенді де, көзінде суық от жарқ етті. Ого, деді ол. Маған ақыл айтатындай кімсің? Ербол, сенің көрші үйде әйелің мен 2 балаң бар. Менің өз өмірім бар, мен еркінмін. Ал Семенов болса, ол жай ғана ата-анамның үйін жөндеуге көмектесіп жүр. Ол өте сыпайы адам. Сыпайы? Деп ол ащы мысқылмен қайталады. Сен оның кім екенін білмейсің. Тек маған күте тұр, жарай ма? 3 апта. Мен бәрінді реттеймін, келемін де, шынайы сөйлесеміз. Олар емханадан түнеріп тұрғанда бірге шықты. Оның кіреберісінде қазанның суық, өтімді қараңғылығында тағы бір сағаттай тұрды, күртешелеріне оранып. Ол оған қол тигізуге батылы бармады. Әсел оны ішке шақырмады. Ол қоңырау шаламын деп уәде беріп кетіп қалды. Ербол шахтаға арналған жабдықтарды алып келу үшін солтүстікке рейске аттанды. Әсел болса, жұмыспен өмір сүріп, Ербол туралы да, беделі жаман болса да, джентльменше қамқорлық танытып жүрген Семенов туралы да ойламауға тырысты. Ал олардың әңгімесінен 4 күн өткен соң, кәдімгі қабылдау кезінде Әселдің кабинет есігі қақпастан ашылды. Табалдырықта қатаң костюм киген 2 әйелмен қалаға белгілі учаскелік полиция қызметкері Петрович тұрды. Әсел ханым, кіргеніміз үшін кешіріңіз, деді әйелдердің бірі куәлігін көрсете отырып.
Қорғаншылық Андрея. Дәрігер ретінде сіздің көмегіңіз қажет. Шұғыл шақырту. Шахтерлер көшесі, 14-ші үй, 3-ші пәтер. Көршілер 2 баланың 2-ші тәулік бойы жалғыз қалғанын хабарлап жатыр. Жылап жатыр екен. Анасы жауап бермейді. Балалардың жағдайын сол жерде тексеріп, тіркеу керек. Әселдің жүрегі дір ете түсті. Шахтерлер көшесі, 14-ші үй, 3-ші пәтер. Бұл Ербол мен Ләззаттың мекен жайы. Ал мен науқастарым ше, деп сұрады ол автоматты түрде. Меңгерушімен келістік, сізді ауыстырады, деп жауап берді екінші әйел. Іс кейінге қалдырылмайды, жүріңіз. Оқиға орнында ұсақ тұрмыстық қайғылы оқиғаның атмосферасы орнаған еді. Кіреберісте көрші кемпірлер үйіліп тұрды. Сол әлгі мазасыз әрі қызық құмар тәй-тәй басатын апай бірден оларға шапысты. Әне, 3-ші қабатта әлгі Ләззат тағы жоғалып кетті. Алдыңғы күні кеште кетіп қалды, балаларды ішінде құлыптап. Жылады, қазір тынышталды, қорқынышты. Ол оның анасына да қоңырау шалыпты. Анасы, білмеймін дейді. Жоқ, ол біледі, жасырып отыр. Есікті ашамыз ба? Деп сұрады Петрович қорғаншылық қызметкерлерінен рациясын ала отырып. Ашу керек, деп пұсқа қайырды үлкені. Аула сыпырушысы темірмен келіп есікті ашты. Ескі, қисайған есік жүректі ауыртатын дауыспен ашылды. Бетке соғылған иіс Әселді тұншықтырды. Ашыған тамақ, кір киім, ішімдік иісі. Кіреберісте арзан шараптың бос бөтелкелері, чипсы пакеттерінің қиындылары, шашылып жатқан балалар киімі жатты. Кішкентай бөлмеде төсекте Вова ұйықтап жатыр екен. Беті жаспен жағылған ботқа. Қасындағы орындықта Нұртас отыр. Әкесінің үлкен, үрейлі сұр көздері кіргендердегі жассыз, ересек адамдардыкіндей суық, үмітсіздікпен қарап отырды. Анамыз кетіп қалды. Ол кеткеніне көп болды, деді ол ақырын. Ал біз ашпыз. Әсел өзін ұмытып Воваға қарай жүгірді, маңдайын, мойнын сипалап, тынысын тыңдады. Бала сырттай сау көрінеді. Ол пәтерді жиіркенішпен қарап, санитарлық таза еместігін және ішінде тек ескі майонез ғана қалған бос тоңазытқышты телефонға түсіріп жатқан қызметкерлерге қарады. Балаларды дереу алып кетеміз, деді қызметкерлердің бірі. Әкесі оралғанша баспанаға барады. Әселдің дауысы соншалықты өткір, әрі билікпен естілгені сонша, бәрі жалт қарады. Ол ұйықтап жатқан Вованы бауырына басып, орнынан тұрды. Оның халатына бейсаналы түрде мұрнын тыға түскен бала сәл қозғалды. Оларды мен өзіме аламын. Мен дәрігермін, не істеп жатқанымды білемін. Ербол, олардың әкесі, ол сапарда, жақын арада келеді. Оған дейін олар менің қолымда болады. Қорғаншылық органының әйелдері бір-біріне қарады. Петрович күрсінді, бірақ оның көздерінде жеңілдеу белгісі байқалды. Көршісі Валя апай таңғала дауыстады. Әсеке, айналайын-ау, бұл саған неге керек болды? Мен дәрігермін, деп қайталады ол нық дауыспен. Және мен олардың әкесін танимын. Актыны толтырыңыздар, бәріне қол қоямын. Жете жауапкершілігіме аламын. Ол 2 баланы қолынан жетектеп, төбешік құдықтың қараңғы көшелерімен ата-анасының үйіне қарай алып кетті. Ата-анасының ескі, бірақ күтімі бар үйі қараңғыда жылы әрі сары нұрмен жарқырап тұрды. Әселдің анасы есікті ашып, мына үштікті көргенде бір сәт қатып қалды. Оның көзқарасы қызының жүзінен балалардың лас, бірақ үрейлі жүзіне ауды. Анасы бәрін сөзсіз түсінді. Ол бұл балалардың кім екенін, Ләззаттың қандай екенін және Әселдің жүрегіндегі жазылмас жараны білетін. Кіріңдер, айналайындар, кіріңдер, деді ол дәлізге орын босатып. Отағасы, самаурынды қой, жұмыртқаны көбірек қуырып жібер. Анашым, әкетай, деп бастады Әсел. Нұртас пен Вова аяқ киімдерін шешіп, таза кілемнің үстінде абдырап тұрғанда. Ештеңе деме, қызым, ештеңе деме, деп бөліп жіберді әкесі, қолында сүлгісі бар асүйден шыға беріп. Оның дана көздері мұңға толы болса да, разылықпен жарқырады. Орын бәріне жетеді. Жүрек бұйырған соң, демек солай болуы керек. Отырыңдар балаларым, өз үйлеріндей сезініңдер. Ерболдың оралуына 3 апта қалған еді. Ол өзінің жүк көлігін жарты елді аралатып айдап келе жатқанда, Әсел Ваваның бетіне ботқаны жағып жүргенін көріп, Нұртастың оған құпияларын ақтарып жатқанын естіп, қайтадан күлуді үйренді.
Ол балаларды шомылдырып, түнде ертегі оқып беретін. Олардың тозған киімдерін жамап, жаңасын әперетін. Оның ата-анасы өз немерелеріндей болып кеткен балалармен айналысып, шашарып қалғандай еді. Үй балалардың айқайына, күлкісіне, жүгірген аяқтарының дыбысына және Әселге соншама жыл жетпей жүрген жылылыққа толды. Ербол түннің бір уағында оралды. Ең алдымен ол қорғаншылық органы мөр басып, темекі иісі сіңген өз пәтеріне жүгірді. Үстел үстінде балалардың алынғаны туралы ресми құжат және көшісінен қалған қысқа жазба жатыр еді. Ербол, балалар Әсел дәрігерде, оның ата-анасының үйінде, бәрі жақсы. Ол таң ата Әселдердің үйіне жүгіріп барды. Күтуге шамасы келмей есікті қақты. Есікті күрте киген Әселдің әкесі ашты. Кір деді ол, жай ғана. Тек ақырын, балалар ұйықтап жатыр. Ербол үйге кіріп жүрегін тоқтатып, демін алғысыз еткен көріністі көрді. Үлкен бөлмедегі диванда бір көрпенің астында оның ұлдары. Жуынып, таза пижама киген таза балалар ұйықтап жатыр еді. Вова Әселге қысыла түсіп, мұрнымен дем алып жатыр. Әсел жанында жатыр екен. Оның ақ әрі нәзік қолы ұйықтап жатқан Вованы қорғап, арқасына қойылтты. Ербол шыдай алмады. Оның желден тозған бетінен еркекке тән ауыр жас тамды. Әселдің әкесі қолын оның иығына қойды. Қайғырма балам. Бірақ сенің ләззатыңды кеше полиция ұстап әкетті. Ол оралып еді, есірткімен қолға түсті, ұзаққа кететін болды. Бұдан кейін бәрі оңай болмаса да, керемет үйлесімділікпен жұмбақтың соңғы бөлшегі орнына түскендей болды. Ербол ажырасты. Ләззатты аналық құқығынан айырды. Балалар әкесінің қолында қалды. Ал Әсел екеуі сөзбен ештеңе шешпеді. Бір кеште ол Асюдің қасында тұрған Әселге жақындап, қолынан ұстады да, алақанын өзінің кеудесіне, әлгі кабинетінде жүрегіне шағымданған тұсқа басты. Сезінесің бе? Деді ол қарлығыңқы дауыспен. Көп жылдан бері алғаш рет. Сен қасында болғанда ғана жүрегім тынышталады. Ол жауап бермеді. Жай ғана оны құшақтап, бетін жол мен үйдің иісі аңқыған кеудесіне басты да, бақыттан жылап жіберді. Енді олар төбешік құдықта тұрады. Ербол алысқа кетпеу үшін жергілікті кәсіпорынға жұмысқа орналасты. Әсел дәрігерлік жұмысын жалғастыруда. Олардың үйі, сол ата-анасының үйі, қазір өмірге толы. Нұртас пен Вова Әселді ана дейді. Ал бір жыл бұрын олардың қызы дүниеге келді. Әкесінің сұр болат көзді, анасының ашық әрі байсалды күлкісі бар Сәния. Талдыр әрқашан ирониялы бола бермейді екен. Кейде ол адамдарды баяғыда болуы керек болған жерге жеткізу үшін ұзақ әрі азапты жолдан өткізеді екен.